біздің Мадина неге бір сырын айтып жатыр ма еді? Жоқ, мен тапқан ғой. Біздің Мадинаның туған күні болды. Құттықтаймыз туған күніңізбен. Тезірек мына жақтан өзіңізді жақсы көретін, сүйе алатын жарды жолықтырып ұзатылып кетіңіз. Тезірек кетсем екен десе. Биылға сыйлым сол. Биылға сыйл сол болып тұр ма? Не еді? Қанша жасқа толдыңыз? 23-ке толдым. 23 жасқа толдым. 23 деп айтқаныңыз? 23-ке. 23 деп айтайын. Орфоэпия бойынша 23-ке толды. Бүгінгі сұрақ? Жаңа айтып қалдық қой енді, тезірек ұзатылып кетіңіз деп. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз? Өзіңізде той, ұзату деген дүние бола ма? Иә, негізінде мен бұрында тұрмыста болған ғой, сол қалады деген сияқты. Ол кезде менде ұзату деген нәрсе болған жоқ. Беташар ғана ол жақ болған той болды да, ондай нәрсе емес. Мен как положено ұзатылып сырғаны салынып, содан кейін барып, кәдімгідей той болған қалайды. Өзінің толыққанды той, отбасымен бірге деген сияқты. Ал ол жақта болған кезде бізде той бұрында ше. Мен даже қыз жақта мамам мен папам ғана келді да. Түрім әп-бәрекелді болып тұр. Жылап әбден бұрқ етті. Бәріне жасайды. Йогурт сұрады, жылап, өсіп болды. Мама деді. Қасында жантыр. Тревожно. Жаны. Жылағаннан ба? Можно. Я мен вообще ұрқып тұр. Наеге не істеп жүрсің? Ұстап алғансың ғой, нағыры. Не істеп жүрсіңдер вообще? Не ағып жүрсіңдер? Сен істеп жүрсің? Сен істеп жүрсің? Мен киноға келдім конкретно. Бізде солай ғой. Сені сүйіп миымда тұршы едім. Бекзатжан айналайын. Мен аны сыртын үйленіп кеттім. Бля, елдер танып қоймаса болды ғой. Я мен ұяламай, бля, кел. Қандай корейский магазиннен осындай чизкейк таптық. Мен честно жеп көрген жоқпын. Жеп көрдің бе? Жоқ. Мен де жеп көрген жоқпын. Еще гранатовый. Иә, гранатовый. Енді негізі бәрін сторисынан қараймын, жігіттер әкеледі екен бұндай. Біздің жігітіміз жоқ, сосын біз өзіміз алып отырық. Қазір бірге көретін боламыз. Иісін қарашы. Малиновый. Запах күшті. Сіздер жедіңіздер ма? Біз енді жейін деп отырық. Давай. Морозильникке салып қойғанбыз еще. Қатты қанатын екен. Всегда новый нәрсені көреміз деп. Еще бүгін біз онда не жедік? Корейский бір тамақтар жедік. Необычный нәрселер жеп жатыр, бұл не? Ерекше нәрселер жеп жатырмыз. Сен не істеп жатсыздар деп түн жарымда аппетитін ашып. Екі қабат болсаңыздар кешірім сұраймыз алдына. Деп экзамда ма? Аслында арасы күшті екен. До конца не сеземіз. Саған. Сен жақтан қара. Сен жақтан басқа нәрсе шықты да. Мен жақтан дәнек шықты. Сен жақтан гранат шықты. Мен жақтан дәнек шықты. Олар әлі ояу отырған шығар. Түнгі сағат 3:40 болды. Осман әлі ұйықтамай жатыр. Бағанадан бері қасында отырып бақырып жылап жатыр. Қарным жаман ашып кетті. Сонымен тамағымды шылайын деп тез жылытып тамақ ішіп отырмын. Шай ішейін десем, уже сүтім қалмай қалды. Кішкене шай ішіп сүт жасайын деген мо. Сүт вырабатывать дейін деген мо. Маза бермей жатыр ғой. Соскасын сал дедім, соскасын алып салған сияқты ғой. Тамақты дұрыс отырып жеу арман болды ғой. Не болды? Соскаң түсіп қалды ма қошаққаным, а? Ау жаным, кішкентай болып өзінің дауысы жер жарады. Түннің ішінде отырып алып, сіздердің комментарияларыңызды оқимын ғой. Комментарий дегенде Дарикке жазғандарыңызды. Сөйтіп бір қыз жазып жүріпті, Зухра ханым, енді өзіңізге келіп атысып қайтпесе алдында бір жеп кетіп едіңіз деп. И сосын тағы бір оқырманым жазып жүріпті. Не ішіп атсыз, арықтап атсыз ғой, прям күшті деп. Мен қазір емізіп жүргеннен кейін, мен ештеңке ішіп жүрген жоқпын. Есі емізіп болғаннан кейін де
толыңқырап если нетіп жатсам өз өзіме келмесем может быть ішетін шығармын деп тұрмын. Бізде бір таныс қыз бар да, бірге араласатын. Сол қызды білем, алдында екіқабат кезінде 90 килограмм ба, 8 болыпты, бір аталады 8 болсын, сол кезде бірақ ұйықтайын деп жатырмын. В общем, елдер жұмысқа кетіп жатыр, мен әлі ұйықтаған жоқпын. Біз бар болна, үйге көшіп келгенімізге уже 3 жылдай болып қалды ма? Үйге әлі домофон орнатпадық. Біреу курьер, біреу келіп қалса, қазір мен суши пиццаға заказ беріп қойдым. Приходится сыртқа шығып ашуға. КСК-ға жаздым, білмеймін қалай орнату керек, бір номерларды бердім. Номерларға хабарластым, домофонға ай сайын ақша төлеп отырмыз, бірақ домофон үйде жоқ. Ешкім келіп орнатпайды. Куда можно обращаться, интересно? Обе домофон жоқ, басайын деп тұрмын. Біздің көршілеріміз деген добрый ғой, есікті ашып бере сал. Мен рахмет. Сол кіріп баратырмын. В общем, квартираны бүгін сата алмадым. Но бұйырса ертең тағы бір клиент бар, соған бұйырса енді сатып жіберу керек болып жатыр.